Ол кішкентай кезінен үнсіз еді. Қалған мысықтар сияқты шиқылдап, мияулап, анасына дауыстап шақыра алмайтын. Тіпті біреуге жақындығы немесе ашуын білдіргісі келсе де, дыбыс шығара алмаған. Оны бәрі мылқау мысық деп атап кеткен. Басқа мысықтар оның үнсіздігін түсінбейтін. Олар ойнап жүріп, кейде оны итеріп кететін, ал кейде ашықтан ашық мазақ қылатын. Неге сен мияуламайсың? Әлде сен мүлде мысық емессің бе деп әжуалайтын. Ол үндемейтін. Жай ғана үлкен мұңды көзімен қарап қоятын. Ішіндегі барлық сезімін жүрегіне жасыратын. Қожайыны да оны ерекше аяйтын. Үйдегі басқа мысықтар ашық дауыс шығарып тамақ сұраса, мылқау мысық тек көзімен жалбарынатын. Қожайыны оны еркелетіп, жақсы көргенімен мияуламайтын мысықтың өмірі қиын еді. Ол жалғыздықтың ауыртпалығын сезінетін. Достары болмаған соң кейде түн ортасында терезеге шығып, аспанға қарап ұзақ отыратын. Аспандағы жұлдыздарға сырымен бөліскендей болатын. Күндердің бір күнінде ол нағыз қиындыққа тап болды. Суық қыс түскенде ол сыртта қалып қойды. Үйдегі басқа мысықтар жылы жерде бұйығып жатса, ол есіктің сыртында суық желдің өтінде дірілдеп тұрды. Ол дауыстап ішке кіруге рұқсат сұрағысы келді, бірақ үнсіз еді. Оның ішіндегі жалынышты жан дауысы сыртқа шықпайтын. Ол есіктің алдында көп отырды, бірақ ешкім ашпады. Оның күш-қуаты таусыла бастады. Үміті де сөне жаздады. Дәл сол сәтте, есіктің ар жағынан бір кішкентай мысық пайда болды. Ол мылқау мысықты жақсы көретін, әрдайым оған жылы қабақ танытатын. Кішкентай мысық мылқаудың сыртта қалғанын көріп, дауыстап мияулады. Бірақ ешкім естімеді. Ол одан да қатты мияулады. Ақыры, үй иесі оянып, есікті ашты. Суықтан дірілдеген мылқау мысық ішке кірді. Жылы үйдің ішіне кірген сәтте оның жүрегін алғыс кернеді. Ол басын кішкентай досына үйкеді, бірақ бір нәрсе өзгергенін сезді. Ішінде бұғып жатқан, жылдар бойы сыртқа шықпаған бір сезім еркіндікке ұмтылғандай болды. Сол сәтте ол алғаш рет дыбыс шығарды. Өте әлсіз, дірілдеген, бірақ анық мияу естілді. Бұл мияулау өмірге деген алғыстың, достықтың, ең бастысы, өзінің болмысын қабылдағанның белгісі. Сол күннен бастап ол аз-аздап мияулай бастады. Дыбысы өзгелердікіндей қатты шықпаса да, оны енді ешкім мылқау демейтін болды. Ол ақыры өзі сияқты болуға үйренді. Өзі сияқты болу ең үлкен ерлік екенін түсінді. Бірақ бұл оның өміріндегі жалғыз сынақ емес еді. Бірде қожайыны басқа қалаға көшу туралы шешім қабылдады. Барлық мысықтар жаңа үйге дайындалып жатқанда, мылқау мысық ерекше алаңдай бастады. Ол бұл үйге, осы жерге, осы төсенішке үйреніп қалған еді. Мұнда оның алғаш рет мияулаған сәті өткен. Ол жаңа жерден қорықты. Көшу күні жақындаған сайын оның мазасыздығы күшейді. Ол тамаққа да тәбеті болмады, басқа мысықтармен ойнауды да қойды. Қожайыны оның көңілсіздігін байқады, бірақ не істерін білмеді. Ақыры, жүк тиеліп, жаңа үйге жол тартатын күн келді. Жаңа үй кең әрі жайлы болғанымен, оған бәрі бейтаныс көрінді. Ол бірнеше күн бойы жаңа үйдің бұрышында тығылып жүрді. Бірақ кішкентай досы оны жалғыз қалдырмады. Ол үнемі оның қасына келіп, бірге жатады. Бір күні ол досының мияулап тұрғанын көрді. Бұрынғыдай емес, мылқау мысықта жауап қайтарғысы келді. Ол терең тыныс алып, баяу мияулады. Бұл жолы оның дауысы бұрынғыдан анық, сенімді шықты. Осылайша уақыт өте келе, ол жаңа үйге де үйренді. Ол өзінің өзгергенін, енді мылқау емес екенін түсінді. Енді оның дауысы бар еді, бірақ ең бастысы оны еститін, түсінетін достары болды. Ол ешқашан қатты мияуламаса да, оның жүрегіндегі үнді бәрі еститін.